Соны айтайын дегенім, біздің қазақ тілді үйрететін, қазақ тілді пәнінен беретін ұстаздар, мұғалімдер сабақты қалай бересіздер? Және де осыдан 1-2 жыл бұрын өкімет енгізген жаңалықтарға мен қиын қуанып едім. 5-ші сыныптан бастап мемлекеттік тілден әрбір оқушы емтихан тапсырады дегенге мен қиын қуанғам. Бірақ та сол бағдарлама қазіргі таңда жұмыс толыққандай жасап жатқан жоқ. Өте өкінішті. Себебі балалармен әңгімелескенде бізге бере салады, аударманы өздерің жасаңдар, аудармашымен жасай салыңдар, жаза салыңдар деген сияқты толыққанды сабақ берілмейді, толыққанды талап етілмейді, қазақша ешкім сөйлемейді. Ал менің қызым мектепке барады, орыс тілінен сабақты бергенде жандарын шығарып отырып сабақты оқытады, әндерді жаттап қызады. Ал қазақ тілінде ондай жоқ. Қалай соны түсінуге болады? Ақшаларыңызды алып жатырсыздар ма? Жалақыларыңызды. Сабақты толыққанды беру керек, талапты толыққанды жасау керек. Өтірік статистика деп, өтірік деңгей деп, мектептің мәртебесі деп, өтірік баға қойғанды қысқарту керек. Сіздерге арттырып отыр өкімет, қазақ тілі ұстаздары. Қазақ тілінің кең таралуын сіздерге арттырып отыр. Соны күте ойлану керек қой. Мен ақшаны алып жатырмын, балаларға білім беріп жатырмын ба, жоқпын ба деген сияқты ойлану керек. Әйтпесе әскерде 1 жыл болмай қазақша сөйлеп жатыр адамдар. Және ғана орыс тілінен сабақтың келгенде мұғалім тек қана орыс тілінде сөйлейді. Біздің ондай қазақ тілінен беретін мұғалімдер бар ма, жоқ па? Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Сіздерге бір мән жайды айтып кетейін. Қанша такси қызметін жасап жүрем, жас орыстың балалары отырады, өзге диаспора өкілдері. Қазақша сөйлейін ғой мен негізі бәрімен. Қазақша сөйлей кетеді, соң айтам, бауырым, әскерде үйрендің бе десе, иә дейді. Бізде әскерде 8 ай дейді ғой, 8 айда әжептәуір қазақша үйреніп алдық дейді. Жәнегі дембілдер бар дейді, жәнегі офицерлер бар дейді. Айтайын дегенім, әскерде 8 айда үйретіп қояды қазақ тіліне. Ал біздің білім беру саласында мектептерде қаншама оқушылар отырады, сабақтан шығып үйіне барып. Өзіміздің қазақтар орыс тілді мектептен шыққан. Я не понимаю, аға, можно по-русски деп отырады.